Кетті. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, саламатсыздар ма? Мен өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы Үш ауданы Ақсу ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы Нұрғали Бесін Стамбулұлы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Үш ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Осы бойынша әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасына жіберілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларға ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және бейнежазба жүргізіледі. Енді қоғамдық тыңдаулардың қатысысын сайлап алайық. Қатысшы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде келесі кандидатура ұсынылады. Казенко Промстрой жеке шаруа серіктестігінің басшысы Амзеқұлов Алмас Момұханұлы. Дауыс беруге ұсынылады. Жақсы, бірауыздан қабылданды. Келесі сөз Тілеуғалов Әділет мырзаға қоғамдық тыңдаулар материалдары бойынша баяндама жасау үшін беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгінгі біз қоғамдық тыңдауымызды өткізудің бірінші себебі ол сіздердің Оразалы Батыр ауылының қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының рұқсаты 31 желтоқсанда бітеді. Соған байланысты біз 2026 жылдан 2035 жылға рұқсат алуды создырып береміз. Соған байланысты біз осы жобаларды жасадық, жұмыстарды. Сіздердің қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Үш ауданы Ақсу ауылдық округінің Оразалы Батыр ауылының оңтүстік батысына қарай 1000 метр жерде орналасқан ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде келесі жұмыс түрлері орындалады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды орындау, кезінде қабылдау, сақтау және одан ары оқшаулау. Қатты тұрмыстық полигонның ауданы 1 гектарды құрайды. Оразалы Батыр ауылының халық саны 1098 адам деп берген. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісінің атмосфераның, топырақтың жер үсті және жер асты суларының ластануынан қорғайды, қамтамасыз етеді. Кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нақылдау жұмыстары жүзеге асырылады. Полигонда барлығы 9 ауаны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8 ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығарындылары 13 зиянды заттан тұрады. Нормативті шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар жылына 6,4 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттар 2,3 тонна, газ тәрізді және сұйық заттары 4 тонна. Бізде қатты қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша 2026 жылы 532,6 тонна, 2027 жылы 548,6 тонна, 2028 жылы 565 тонна, 2029 жылы 581,9 тонна, 2030 жылы 599 тонна, 2031 жылы 617 тонна, 2032 жылы 635 тонна, 2033 жылы 654 тонна, 2034 жылы 674 тонна, 2035 жылы 694 тоннаны құрайды. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары әзірленген. Соған байланысты келесі жұмыстар жүргізіледі. Қоршаған ортаға әсер ету мониторингі, көшеттерді отырғызу және оларды күтім жасау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары. Жабдықтарды жөндеу және көлік құралдарын жөндеу кезінде жағармайдың төгілуін болдырмау.
экологиялык агартуу жана насихаттоо, экологиялык басылымдарга жазылуу, өткүзүү жана катышуу, табигатты коргоо акциялары, жарыштар сенбилик күндөрү өткөзүлөдү. Жабдыктарды жөндөө жана көлүк куралдарын жөндөө кезинде жанар жагмайдын төгүлүү болдурмолу. Сактарыңыз бар болсо койсоңуздар болот. Полигон боюнча. Сурактарыңыз барбы? Баяндамаша. Рахмет, атаңыздар. Енді мынау қоғамдық тыңдауда былайға рұқсат етіңіздер. 2026 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Осымен жиынымыз жабық деп жариялаймыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Мына жерге қол қойып жіберіңіздер. Қатысушылар.